Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіз. Арнаны қолдап лайк басып, комментарий қалдырып тіркеліп кетіңіздер. Көп рахмет. Қысым құжаты күшін жойды. 2 жыл бойына Меккенің жонжарлары Мұхамбеттің сағы сынады деп күтті. Олар басында қу тамақ не істетпейді. Көріңдер де тұрыңдар. Қарны ашқан соң діндерін тәрк етіп шыға келеді. Бізде бар құлқын, Мұхамбетте жоқ деп кім айтты? Ораза, намазды тоқтықта ұстап жүр деп сенімді жүрген. Керісінше 2 жыл бойына момындардың сірескен қалпы сыр бермей отыруы Меккедегі талай адамның құрметін оятты. Мұхамбеттің қайсар рухы мен сынбайтын сабыры ақыры жеңді. Әбу Жахыл қысымнан пайда болмағанын түйсікпен сезді. Осы тұста надандар бір нәрсені ескермеген еді. Олар мұсылмандарды тамақтан қысып, нәпсілерін қинағанымен рухтарын өлтіре алмады. Керісінше, олардың рухы қилы кезеңде әбден шыңдалып, қайтпас қайратқа айналды. Хишам, Бұхтар, Мутхам бастаған топ кезекті қажылық кезінде Хашим әулетіне жасалған қысымды тоқтатайық деп бастама көтерді. Бұған Әбу Жахыл бірден қарсы болды. Тағы да өнбейтін дау басталды. Надандар: серттен таю зор күнә. Біз құдайлардың атымен ант еткенбіз. Анттасқан құжат біздің емес, құдайлардың назарында, деді. Қарсы тарап: біз оларды өкпеге қисақта өлімге қия алмаймыз. Ит те болса туысымыз. 2 жыл онсыз да қателіктерінің азабын әбден тартты. Сол да жетер. Енді өздері де тәубеге келген шығар. Хатты өшіріп, құжаттың күшін жояйық деп шуласты. Әбу Жахыл бұрынғы надандығына тағы басты. Ол құжатты жою біздің ықтиярымызда емес. Құдайлардың талқысына салайық. Құдайлардың ашу ызасын туғызған Мұхамбеттің діні. Лат, Манат, Узза келіссе, қағазды өртейміз, деді. Тобыр жамырап қағбаға кірді. Сол кезде ұлық Алла бір құртты жұмсады. Оған: қағазды жеп қой деп бұйырды. Қораптағы хатты ашып қарады. Ішінен шұрық тесік бір жапырақ қағаз шықты. Онда бір ғана сөйлем әзер оқылады. Дауыстап оқып еді, «Ла илаха иллалла Мұхаммад Расулла» деген калима естілді. Оны естігенде осыған дейін бейтарап жүрген талай Құрайыштың жүрегіне сенімнің ұрығы себілді. Олар ішінен: әй, сол Мұхамбет хақ пайғамбар болса болар деп ескі имандары шайқатылып әре-сәре күйге түсті. Залымдар ішінен: Мұхамбет тағы да сиқыр жасап қойыпты, ештеңе етпейді, біздің құдайлар оның сиқырын ақыры сындырады деп ойлады. Осымен мұсылмандарға жасалған қысым ақыры тоқтады. Сахабалар кеңнен тыныстап, ілімдерін нық сеніммен тарататын күшке ие болды. Назарларыңызға көп рахмет. Оқыған Перизат Әділқызы. Арнаны қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Көп рахмет. Алда қызықты әңгімелер күтіп тұр.